тағы 30 жыл. Мектептерінде не іс жоспарланып жатыр? Сынып жетекшіміз бізді мектептегі жоспарланып жатқан іс-шаралармен таныстырған. Соның бірі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап акциясы. Жақсы екен. Ол қандай кітаптар екен? Қазір ғаламтордан тауып көрейін. Міне тізімі. Нәжімеддинов, Алтынсарин, Соқпақбаев, таныс ақын жазушылар екен. Сыныптастарымен осы акцияға қатысып, сендер де осы кітаптарды оқыңдар. Әже, мен Ыбырай Алтынсариннің өлеңін қазірде айтып бере аламын. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Өте жақсы. Әже, мен сыныптас достармен кездесіп келейін, ақылдасып бір кітаптан бастайық. Жарайды, жақсы балам, бара ғой. Кеттік, достарымызға барайық. Жақсы. Сәлем. Осы жерде кездескеніміз дұрыс болды ғой. Абай аллеясымен толық таныса алмай жүр едім. Онда жүріңдер, танысайық. Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда. Көбінің сырты бүтін, іші тетін. Бұл өте мағыналы сөз екен. Адамның адам шындығы жақсы ұстаздан болады. Мені көрдіңдер ме қалай жазғанын? Иә. Достар, менің әжем бүгін маған өте қызық ұсыныс тастады. Біле білсеңдер, биыл ел тәуелсіздігіне 30 жылдығына орай жалпы халықтық оқуға тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани, мәдени акциясы ұйымдастырылған. Сол акцияға барлығымыз қатысып, ұсынылған 30 кітапты жарыса оқып шықсақ қалай қарайсыңдар? Бұл тамаша ой емес пе? Міне тізімі. Тізімді Мұқағали Мақатаев өлеңдері бастап тұр екен. Бізде сынып оқушыларымен ақынның шығармаларын оқысақ болады емес пе? Келістік, қазір сыныптастарымызға хабар берейік. Ертең оңай кездесіп, оқыған туралы ой бөлісейік. Мен келісемін. Әже, мен сыныптас достарым Мұқағали Мақатаевтың өлеңін, өмір дастан поэмасын оқып танысып шықтық. Кеше сол бойынша Zoom платформасында тәрбие сағаты өтті. Міне, мен сыныптас достарымның қалай айтқанын көресіз бе? Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқын менің. Керемет. Көрдің бе балам? Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деп бекер айтылмаған. Елбасымыздың өзі білім кітапта деген. Сондықтан балам, алдағы уақытта үлкендердің айтқан өнеге өсиеттерін әрқашанда жадыңда ұста.